Қайырлы күн, достар. Мен сіздерге отбасылық приложениеге кіріп, вознаграждениені опыны қалай қарау керек екенсіздерге көрсетейін. Ол үшін отбасылық приложениеге кіресіздер, осыдан мой банкты ашасыздар. Мой банкты ашқанда сізде мындай депозиттеріңіз ашылады. Бірнеше депозит болса осылай тұрады, бір ғана депозит болса осы жерде тек қана біреу көрініп тұрады. Мына жерде всені бассаңыздар, основной сіздікі, балдарыңызда депозит болса, мында детский болып көрініп тұрады. Детскийді бассаңыздар, балдардың депозиті шығады. Енді мына жерде қазір 1,8 миллион жинақталып тұрған депозиттің вознаграждениесін қараймыз. Ол үшін оценочный показательді басамыз. Осы жерге кіргенде мында вознаграждение шықты. Осы 33,768 сіздің вознаграждениеңіз. Бұл клиент жалпы өзінің жинап отқан сомасы 1,600,000 теңге, өз жинақтаған сомасы 174,000 мемлекеттік сыйақысы, госпремия алған. Осы 33,000 вознаграждениеге қарап біз опыны есептеп шығарамыз. Опы ол біздің алатын үйіміздің сомасына қарай есептеледі. Ол туралы тағы да сіздерге видео түсіріп түсіндіремін, опыны қалай есептеу керек екен. Сонымен сіз өзіңіздің опыңызды қалай болып тұрған осы вознаграждение арқылы білесіздер. Жалпы депозитіңіздің ашылған жылын білу үшін инфоға барып кіріп қарасаңыз болады. Мұнда ашылған жылы тұрады, 2020 жылы және биылғы жылғы қанша госпремия үшін қанша жетпей тұрғанын осы жерден көре аласыздар. Мысалға, мына клиентке 765,347 салса, максималды госпремия 157,000 госпремиясын алады 2025-тен. Осы жерден есептеп қарай аласыздар вознаграждениені.